Дәрежелік функция. X-тан f тең x-тің n дәрежесі түріндегі функция дәрежелік функция деп аталады. Мұндағы x нақты айнымалы, ал n натурал сан. X-тің жұп дәрежелері оңшама болады. Сондықтан әртүрлі жұп дәрежелі дәрежелік функциялардың графиктері параболалар жиынтығы болады. n жұп болғанда дәрежелік функцияның қасиеттері. Функция минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін анықталған. Мәндерінің облысы теріс емес сандар жиыны. Функция графигі координаталар бас нүктесі арқылы өтеді. Оң санында, теріс санында жұп дәрежесі оң болады. Сондықтан функция графигі бірінші және екінші координаталық ширектерде орналасады. Жұп функция, сондықтан функцияның графигі координата осіне қарағанда симметриялы болады. Функция 0-ден плюс шексіздікке дейін өседі, ал минус шексіздіктен 0-ге дейін кемейді. Егерде n тақ болса, x оңшама болғанда дәрежелі функция оң мән қабылдайды, x теріс шама болса, дәрежелік функция теріс мән қабылдайды. n тақ болғанда дәрежелік функцияның қасиеттері. Функция минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін анықталған. Мәндерінің облысы нақты сандар жиыны. Функция графигі бас нүктесі арқылы функция графигі координаталар бас нүктесі арқылы өтеді. Функция графигі бірінші және үшінші координаталық ширектерде орналасады. Тақ функция. Сондықтан функцияның графигі координата бас нүктесіне қарағанда симметриялы болады. Функция барлық анықталу облысында өседі. n дәрежелі түбір. Рационал көрсеткішті түбірді қарастырайық. n натурал сан болсын, m бүтін сандар жиыннан болсын. Онда m бөлінген n санына тең, r саны рационал болады. a санының n дәрежелі түбірі деп, егер ондай сан бар болса, n-ші дәрежесі a-ға тең санды айтады. Кез келген нақты a санының тақ дәрежелі түбірі бар, және ол тек қана біреу болады. Және оң санның тақ дәрежелі түбірі оң сан болады. Теріс санның тақ дәрежелі түбірі теріс сан болады. Нөлдің тақ дәрежелі түбірі 0 болады. Кез келген оң санның жұп дәрежелі тек қана екі түбірі бар болады, және олардың бір-бірінен айырмашылығы тек таңбаларында ғана. 0 санның жұп дәрежелі түбірі 0 саны болады. Теріс санның жұп дәрежелі түбірі болмайды. Арифметикалық түбір мен бөлшек көрсеткіштерді дәрежелерді түрлендіру формулалары берілген түрлендірулер арқылы әртүрлі есептеулер жүргізуге болады. a оң санның r рационалы көрсеткішті дәрежесі деп, n дәрежелі түбір астында a-ның m дәрежесі түрінде берілген санды айтады. Мұндағы m бүтін сан, n 0-ден үлкен натурал сан. a оң санның r рационалы көрсеткішті дәрежесі деп, мына санды айтамыз. Мұндағы m бүтін сан, n 0-ден үлкен натурал сан. a, b үлкен 0-ден және r кез келген рационал сандар болсын. Онда кез келген рационал көрсеткішті дәрежелердің келесі қасиеттерге тең. Кез келген a және b оң сандары үшін рационал көрсеткішті дәреженің мынандай қасиеттері бар.